Ой, сәлем, менің болашақ әкешім мен анашым, ата-әжем, апа-ағаларым. Мен сіздердің көптен сәбилеріңізбін. Бірақ кішкентай болсам да, қуаныш сыйлайтыныма сенімдімін. Менің әкешімнің жүрегі өте нәзік екенін біліп қойдым. Тәтеммен, Әлия апатайыммен кездесемін. Ура! Менің ақылшы тәтеммен апатайым бар. Айтпақшы, менің Сезім және Айша деген бауырлармен ойнайтын боламын. Әжетай, ата, маған көп тәттілер, көп ойыншықтар жинап қойыңыздаршы. Әкешім менің ұл болғанымды қалайды, ал анам қыз болғанымды қалайды. Егер ұл болсам, артармен балыққа баратын едім. Қыз болсам, әженің көмекшісі боламын. Мені асығып күтіп жүрген әкетайым. Осы айда әкешім мен анашымның отау құрғандарына 9 жыл екен. Мен біліп қойдым. Алланың қалауымен бұйырса, кішкентай бақыт күтіңіздер. Мені жаңа отбасыма Алла тағала жіберіп жатыр. Шүкір, әкешім мен анашым менің таңдағандарына рахмет. Әкешім мені күтші, я? Әкешім, анашым, ата-әжетайым, тәте-жездем, нағашыларым, апаларым, ағаларым. Сіздермен көрісетін күнді қатты күтіп жүрмін. Қасиетті Рамазан айында сіздерге мол ризық, береке әкеле жатырмын. Күтіңіздер, мен үшін дұғада болыңыздар. Қазір анашым екеуміз үлкен қала Алматыдамыз. Анашым доғдыр апайыммен тағы кездесіп алған соң, алыс сапарға шығамыз. Менің жаңа отбасым кішкентай бақытты күтіңіздер. Анашым екеуміздің тосын сыйымызды қабыл алыңыздар.